Әлемде 8 миллиардтан астам адам бар. Біз әртүрліміз. Ұлтымыз, тіліміз, дініміз бөлек. Бірақ осы айырмашылықтарға қарамастан, барлығымызды ортақ ететін нәрселер бар. Ол әрине адами құндылық. Өкінішке орай, дәл осы ең маңызды құндылықтар уақыт өте келе жоғалып барады. Әлем қанша дамыса да, технология қанша алға озса да, адам өз болмысын сақтамаса, бәрі бекер. Біз қандай заман келсе де, адами құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек. Өйткені нағыз байлық шынайы махаббатта, әділетті санада және мейірімді жүректе. Әлия, міне екеуміздің сөйлесіп, кездесіп жүргенімізге тура 3 жыл болыпты. Соған орай, менің саған арнайы алған сыйлығым бар, мінекей. Марат, керек емес еді ғой? Керек. Марат, мынау өте қымбат сыйлық қой. Әлия, маған тұрмысқа шықшы. Марат, тым асығыс шешім қабылдап жатқан сияқтымыз. Неге? Енді жас қыз бен жігіт емеспіз ғой жүретін. Менің саған деген көңілімді білесің. Иә, білем ғой. Бірақ балама не дейм? Дәтім бармайды. Қалай айтарымды да білмеймін, шынымды айтсам. Балаңа бәрін айтсайшы. Енді ол кішкентай бала емес қой. Дұрыстап айтсаң түсінетін сияқты. Ал сен қызыңа қалай жеткіздің? Мен әлі айтпадым, мен сені күтіп жүрмін. Көрдің бе? Саған да айту қиын. Давай былай істейік. Бүгін барып, балаларымызға бәрін айтып берейік. Рұқсаттарын алайық. И сосын тойымызды күштетіп, жақсы етіп ұйымдастырайық. Жарайды. Мынау қандай әдемі сыйлық. Мен енді романтиканы өлтірем ғой. Жан, папаңа тездетіп айтшы. Біз келейік, как положено сырға салайық, құдаға түсейік, үйленейікші. Жан, айттым ғой, айтам деп. Бір удобный момент таба алмай жатырмын. Неге асасың сонша? Жоқ, енді жүргенімізге былай қарасаң 2 жылдай болыпты. 2 жыл 7 ай, если что. Жоқ, енді общий айтып жатқаным ғой. Жарайды, бүгін айтам бұйырса. Точно айтасың ба? Точно. Сен мамаңа айтып қойдың ба не? Жоқ, мен що айта салам ғой. И так өзі сұрап жүр, қашан үйленесің деп. Жарайды, Жан, мен үйге жеткізсінші. Жарайды, жаным жарым. Тамандырсың ба? Жоқ, Ануар. Айттым ғой саған, есік алдына дейін барма деп. Ой, не болды? Кішкентай бала емеспіз ғой, не? Ладно, кейін хабарласармыз, я? Сен давай сөйлес, е? Міндетті де сөйлес. Әрине, я дедім ғой. Мен үйге дейін кіргізіп тастайын. Осы бара бер, мен қазір өзім барам. Или что, подъездге дейін шығарып салайын ба? Брат, сәл артқа берші, өтіп кетейін мына жерден. Інім, сен артқа бере ғой, мен өтіп кете қояйын, е? Брат, по факту менің жолым ғой. Не қыстырысып тұрсың? Інім, неменеге саудаласып тұрсың? Артқа бере қойсаң бірдеңе бола ма? Ей, деме, нормально сөйлесші, брат.
Енді өзің емес. Тұрмал, не істейсің ал? Ей, бауырым, інім. Мен саған айтып тұрған жоқпын ба? Өтіп кетейін. Өтіп кетейін, артқа шегіне қой. Машина ба? Автобуспен жүр онда. Ей, сен бір тәрбие көрмеген бала екенсің, Тәрбие беретін курс аш онда. Келіп оқып кетейін өзім. Ой, әкең. Осы үлкен кісілерді түсінбедім бар ғой. Үлкендігін көрсетсе болады ғой. Ей деп көп алады өздеріне. Жасын сыйлап тимейтінімді біледі. Иә, Мадина, қарлығашқа айтшы. Закуп жасау керек. Ұнда бітті, сұйық майда бітуге сәл қалды. Ертеңге тапсырыс беріп қою керек. Аха. Жарайды. Бәрін дәптерге жазып кеттім. Мама, мен келдім. Мадина, қалғанын бұйыртса ертең жалғастырамыз, иә? Балама тамақ берейін. Пока. Балам, келдің бе? Қалайсыз, мам? Қолыңды жуып, сразу тамаққа отыр. Оны қоя беріңізші, отырыңыз. Мам, сізге айтар бір жаңалығым бар. Мен де сенімен бір нәрсемен ақылдасайын деп едім. Не сіз айта беріңіз, мам. Үй жоға, сен бірінші айт, сосын мен айтам. Ыңғайланып отырып алыңыз. Күшті жаңалық. Әкешім, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Жоқ, басқаша айтуым керек. Әкешім, мен жасым уже біразға келді. Мінекей тұрмысқа шығатын уақытта келді. Қызым, мен келдім үйге. Я, осындамын, әке. О, жаным. Қалайсыз? Жақсы. Әкешім, мен сізге айтатын бір әңгімем бар еді. Мен отырып демімді басып алайын ба? Иә. Әлде бірден айта бересің бе? Деміңізді басып алыңыз, отырыңыз. Мен де саған айтатын бір әңгімем бар. Я. Мам, Әкешім, мен үйленем. мен күйеуге шығам. Өте қуанышты жаңалық қой. Балам, осы күнді күтіп жүр едім. Ой, мам, қойыңыз, жыламаңызшы енді. Қуаныштың жасы ғой, балам. Вот енді сіздің келініңіз болады. Ғана сіз бір нәрсемен ақылдасам деп едіңіз. Нені? Мен жаңа келген кезде сенімен сөйлесуім керек дедіңіз. Кстати, машина жүргізіп үйренгім келеді. Сенің мазаңды алмай, жұмысқа өзім барып, столовойдың тамақтарын әкеліп дегендей. Табын апарам, мама. Мен сізге енді өзім право оқытатын жер тауып берем. Сосын Құдай қаласа жаңа көлік алып берем. Рахмет, жаным. Иә, қызым, жаңағы жігіт. Дұрыс жігіт пе? Өте жақсы жігіт. Врач-стоматолог әке. Астанадан ба? Сен алыс қалып кетпей ме? Я, осында Астанада тұрады анасымен бірге. Әкесі? Әкесі кішкентай кезінде дүниеден өтіп кеткен. Артық айырлы болсын. Айтпақшы, әкешім, сіз менен бірдеңе сұрайын деп едіңіз ғой. Ол маңызды емес. Жұмыс бойынша. Жарайды. Жаным, ботам. Сен күйеуге шығатындай өсіп қалдың ба не? Кішкентай кезінде қошақан сияқты болып жүгіріп жүретін едің томпиып. Әке қимай жатсыздар. Жоқ, жаным. Ең бастысы бақытыңды тапсаң болды ғой. Келші, жаным. Прикинь, әкешім вообще қарсылық білдірмеді. Менің мамамның қалай қуанғанын білсең ғой. Енді екеумізге оларды ренжітпей өмір сүру керек. Давай екеуін таныстырайық. Слишком асығып отқан жоқсың ба? Жоқ, енді сен қызықсың. Айтарымызды айттық. Енді осы ғана қалды ғой. Так, жарайды, онда сен сон барлығын ұйымдастыр, мен ертең әкеме айтайын, я? Жақсы. Ертең онда мен VIP орын бронировать етіп қояйын ресторанда. Асығып атсың сен бар ғой. Уайымдамаш. Бәрі жақсы болады. Болды енді, жылама. Енді өмір бақи жалғыз жүрмейді ғой. Қуаныштың жасы ғой. Кеше ғана балам кішкентай бала еді. Міне бүгін ер жетіп, үйленгелі жатыр. Мен таңданып отырмын да. Сенің ұлың, менің қызым екеуі бір күнде үйленетіндерін айтып. Екеуміздің тағдырымыз әлде солай болды ма екен? Соны айтам. Енді бір жағынан үйленгендер бізге жақсы. Себебі біздің жағдайымызды түсіндіру
оларға оңайырақ болады. Мүмкін пока ештеңе айтпай тұра тұрамыз. Баламның бақытын біртүрлі бұзып жіберетін сияқтымын. Ой, қайдағыны айтпашы. Балаңа айтсаң, дұрыстап айтсаң түсінеді ғой. Жоқ, ол бәрін түсінеді ғой. Бірақ бәрі осылай қабаттасып қалған. Уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Иә, жақсы, мен ұйықтайын. Жұмысқа ерте тұру керек. Иә, жақсы, қайырлы түн болсын. Иә, жақсы, қайырлы түн. Қарлаш, ұяла сала бер, иә? Алия, мен нағашымның рестораны бар, мүмкін сол жерге шулатып той жасармыз. Алюша, айттым ғой, вообще не переживай. Мощный, сочный қып жасап береміз тойыңды. Не бопты, не вопрос. Сендер мощный қылатындарыңа ешкім мәнім жоқ қой, қыздар. Айттым ғой, Алия, саспа, бәрін қатырамыз. Тамада музыкант керек болса, өзім тауып берем. Или, Алия, осы жерді безендіріп, осы жерді түркіретіп жасап жүреміз. Қой, жалғыз ұлымның тойын столовыйда жасағаным ыңғайсыз емес пе? Құдалардан да ұят болар. Айтпақшы, құдалар қай жақтан? Астанадан, местный вроде. Әй, руығын? Мадина, если честно, ешқандай информация білмеймін. Даже сұрамаппын да. Бұйыртса бүгін кешке танысу шайына барамыз. Әй, керек болса қасыңа ертіп апар. Қарлығаш пен Мадина всегда готов қой. Бас құда деп, құдаша деп таныстырып жерсең болды, ары қарай өзім бәрін алып кетем. Кстати, точно, может, шынымен бірге еріп барасыңдар? Вообще не вопрос. Қарлығаш пен Мадина на старте дей берсең болады. Мен кеттім. Қайда? Боянайық, әдемі, сұлу, соска құдағи болып бармайын ба? Может, жас құда балалар болып райым сияқты дегендей. Әй, не істеп тұрсыңдар? Боянайық, кеттік, соска құдағи болып барамыз. Жоға, маған ертеңге заготовка жасап кету керек емес пе? Сен барыңдар. Бар, Алия. Алия, бара. Қойшы, боянып, мощный, сочный құдағи болып барамыз кешке. Әкешім, киімдеріңізді шығарып, костюмыңыздың барлығын дайындап қойдым. О, жан сол қызым, рахмет. Сен қашан келесің? Түстен кейін келем. Мен де бір жерге шығып барып келуім керек еді. Я кешке кездесеміз ғой, я? Әрине, кешке бірге барамыз ғой. Айтпақшы қызым, мен кешке жылама қызым деген әнді айтам. Әке, қойыңызшы, өтініш. Рас айтам. Қалай еді әлгі? Сүрінбе қызым, құлама қызым, күлімде мәңгі жылама қызым, әкеңдей қамқор болады-ау деумен тапсырдым сені құдама қызым дейм. Кешке алдырып жүрмеңіз. Әзіл ғой жаным, әзіл ғой, жолың болсын. О, жан сол. Алло, мам, қайдасыздар? Жұмыстан алып кетейін ба? Жақсы. Все, кешіп қалмаңыздар онда. Давайте, Балам ғой, кешке құдаларымен кездесем. Сол мені алып кетейін ба деп сұрап жатыр. Смотри, араларында бойдақ құда болып, сені менен алып кетіп жүрмесін. Қой, қайдағын айтпай. Мынау не деген совпадение деймді, таңғалам. Бәрі бір күнде. Сенің ұлыңның таныстығы, менің қызымның таныстығы. Екеуміз құда-құдағи болып шықпайық осы. Олай болса тіпті жақсы емес пе? Қызыңның қайда барғанын білетін боласың. Ой, құдай сақтасын. Онда мен сенен айырылып қалам ғой. Марат, мен онда ішке кіріп, жұмыстарымды бітіре берейін. Кешкеге дайындалуым керек.
Жарайды. Онда былай істейік. Ертең міндетті түрде кездесіп, бірге тамақтанайық. Жақсы? Жақсы, берді. Алло, Айсұлу, қайдасыңдар? Осындамын. Дайындап жатыр. Все, жақсы, күтем. Ой, чё за красавчик! Мадина тәтесінен аумай қалған өзі. Мадина тәте, Қарлаш тәте, қалайсыздар? Жақсы жеттіңіздер ма? Көргеніме қуаныштымын сіздерді. Керемет бәрі. Балам, қалай? Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, сәл бір переживать етіп тұрған болмаса. Ойымдаған балам, бәрі жақсы болады. Соны айтам, вообще переживать етпе. Бермей жатса қызды өзім алып қашып берем. Кстати, бүгін сразу сырғасын салып жібермедік па? Жоқ, бірінші рұқсатын алып алайық. Сосын уақыттарын келістіреміз, иә? Кстати, Мадина тәте, бүгін өзіңіз тамада болыңызшы. Бір-бірімен сөйлескізіп, сізге доверяю. Жаным-ау, айтсаң болды ғой. Бір ауыз сөзің мөлдірген көзім. Бәрін қатырам. Рахмет көп. Ендеше жайғаса беріңіздер. Келіңіздер. Балам, келе жатыр ма екен? Хабарластың ба? Иә, келе жатырмыз дейді, мен күтіп алайын. Жақсы онда. Қызым, Ау, қызым, әке. дайынсың ба, шығамыз ба? Жоқ, әлі дайын емеспін. Онда мен төменге түсіп машинаны қыздыра берейін. Я, бара беріңіз. Жақсы. Сақинаны алдық. Бәрін түгендедік, енді құдалар жақсылап күтіп алсын. Құдаларды вообще не переживай. Өзім алам құдаларды. Еще ойындама. Эй, Аля, ты чё без настроения? Мадина, қойшы. И так қобалжып отырмын. Ты чё, Алюша? Сен қобалжитында емес бүгін. Күйеуге шығып жатқан жоқсың ғой. Келін түсіріп жатсың, мына жерде сальто билеп жүруің керек. Мадина, келінді күнде түсіріп жатқан жоқ қой, әрине уайымдайды. Так, бұлай болмайды, қазір. 1 минут. Әнші қыстағысыңнан айналайын. Бір сочный, күшті, мощный, тойский бір өлең қосшы. Анау тәтелердің настроениесін бір көтеріп жіберейік, та? Жарайды. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қарақат көзді қасыңа, қарайсың көңілің жай болып. Қарақат көзді қасыңа, қарайсың көңілің жай болып. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертең біз ғана бол. Мен де сен де қыз ғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертең біз ғана бол. Мен де сен де қыз ғана біл. Жастықтың оты алаулап, көңілін алма жаралап. Жастықтың оты алаулап, көңілін алма жаралап. Қадірлей білсең қыз бала, бақытты сонда бола алма. Қадірлей білсең қыз бала, бақытты сонда бола алма. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертең біз ғана бол. Мен де сен де қыз ғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертең біз ғана бол. Мен де сен де қыз ғана біл.
Ой, чё за красавица, Мадина тәтесінен аумай қалған. Мадина, былай тұршы, менің келінім ғой. Ренжіме. Қош келдің қызым отбасымызға. бақытты бол жаным. Құдамыз қайда? Құдаларыңыз келе жатыр, қазір болады. Әнші қыз музыканы дайындай берші, құдағын күтіп алғанға. Біз... Балам, уборный қай жерде? Бұл мынамен тіке жүресіз, сосын оң жағында болады. Рахмет, сен бара бер. Әлия? Марат, сендер де осындасыңдар ма? Не болып кетті өзі? Сенің ұлыңның есімі Әнуар ма? Айсұлу, сенің қызың ба? Марат, артық кетіп қалмай тұрғанда, дым болмағандай жүрекші. Бәрі осы жерден бітсін, пожалуйста. Сабыр етші, Әлия, сабыр етші. Не сабыр, балаларды ойласайшы. Біз балаларға кедергі жасап тұрмыз. Түсінесің бе? Сонда не? Біз бақытты болуға лайықты емеспіз бе? Бәрін түсініп тұрмын, Марат. Бірақ біз үшін балалардың бақытты болғаны маңыздырақ. Марат, соңғы сөзім осы. Болды, арамызда болғанның бәрін ұмытайық. Болды, жүр, бізді күтіп қалған шығар. Қалай? Әлия! Ал Марат құда, бұл отырған құдағиыңыз Әлия сұлу болады. Өздеріңіз жеке танысып алған сияқтысыздар ғой. Мен құдашаңыз супер Мадина боламын. Ал екінші құдашаңыз супер Қарлығаш. Ал бұл красавчик өзім сияқты Әнуар күйеу балаңыз болады. Әнуармен таныс сияқтымын, бір жерден көрген секілдімін бе? Білмеймін аға, бірінші рет көріп тұрмын сізді. Енді қызыңызды үйге апарып жүргенде бір көріп қалған шығарсыз енді. Әлия, құдамен төс қақтырсыңдар ма? Ойнам. Кешіріңіздер, сәл уайымдап тұрмын. Ал енді құдағилар, жастар, дастарханда бекер жиналған жоқпыз. Марат құда сізде сұлу қыз бар дегендей, бізде Ануардай красавчик ұл бар дегендей. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлгеніме. Ничо, құда, қыз бергеннің назы бар дегендей, ондай болады енді. Рахмет. Мен өте қуаныштымын. Біріншіден сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Екіншіден қызымның осындай азаматпен кездескеніне қуаныштымын. Батамды бердім балдарыма. Бақытты болсын. Бірақ әр адамда бақытты болуға лайықты, солай емес пе? Бәрекелде құда, дұрыс айтасыз. Все, құда официально, технично ответственность саған лақтырып жүрді. Тосатын сын бар, қуаныш мұң бар, қосада тағдыр айрылмас кім бар. Жылайды жүрек, кім оны тыңдар, кім оны тыңдар. Өтінем кетпе деме, жолымды көп бөгеме, жүрегің ауырса да өкпелеме. Бәріне кім айыпты, махаббат мұң айыпты, жолықтыр сүйгеніңді лайықты. Өтсе де жылдар, ашылмас сырлар, күлсе де күндер мазасыз тым бар. Мұздаған сезім ұйқымды ұрлар, ұйқымды ұрлар. Өтінем кетпе деме, жолымды көп
Ануар Айсұлу, сіздерді заңды түрде ерлі зайыпты деп жариялаймыз. Пойдем. Бір минут қол бола ма? Құрметті қонақтар, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Біздің тағы бір атап өткіміз келетін маңызды ақпарат бар. Менің анам Әлия мен менің әйелімнің әкесі Марат мырзаның арасында біз білмейтін сырлар бар екен. Әкешім, мұнда келіңізші. Мама, келіңіздер. Бақытсыз ана бақытты бала тәрбиелей алмайды. Сол себепті анашым, біз Әлия екеумізге сіздердің бақытты болғандарыңыз өте маңызды. Әлия ханым, әкешім барлығын маған айтып берді. Біздің бақытымыз үшін екеуіңіз қосылмай қалыпсыздар. Алайда Ануар екеуміз сіздердің де бақытты болғандарыңыз қалаймыз. Мына екеуі бір отбасын жаулап алған сияқты. Қайдан айтпаш? Ал, енді билемейміз ба онда? Махаббат бұл жай ғана сезім емес. Бұл жүректен жүрекке жол тартатын жарық.